Баршаңызға сәлем достар, менің есімім Ақжарқын, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі сабақта осындай өте ерекше әдемі носкилерді тоқитын боламыз. Мен осы екі носкиді тоқып шықтым. 3 сағаттың көлемінде осы екі пар носкиді тоқыдым. Сіздер де тоқи алады деген ойдамын. Бұл жерде мен ең алғашқы осыны тоқыдым. Бұл жерде альпака және меринос жібінің қосындысы екі қабаттап тоқылған и воланына осындай үлпілдек ангора жібін қолдандым. Екіншісі өте нәзік, жұмсақ, 100% меринос жібін қолдандым. Воланына 100% хлопок. Өте ерекше әдемі шыққан. Бұл жерде 1 жас, 1 жарым жас қыз баласына арналған носки. Енді біз сабағымызды бастамас бұрын менің каналыма тіркеліп қоңыраушаны басып кетіңіздер. Сол кезде алдағы уақытта шыққан мастер-класстарды алғаш болып көретін боласыздар. Ендеше сабағымызды бастайық. Бізге носкимізді тоқу үшін қажетті заттар осындай маркер, сантиметровый лента керек болады, қайшы және жіп. Менде үйде осындай екі остатка меринос жібінен қалған екен, мен осыдан тоқимын. Сіздер де остаткаларыңызды осындай кішкене бүлдіршіндерге арналған носкилерге тоқып тастасаңыздар өте керемет. Сонда және осындай бір хлопок жібі бар екен, мен осыны воланына жіберетін боламын. Және бізге екі осындай спица қажет болады. Ұзын лескада екі спица қажет болады. Екеуінің размері бірдей болу қажет. Менде 2-3 миллиметрлік өлшемдегі спицалар. Бірінші бізге біз бір спицамен жұмыс жасаймыз. Бізге ең алдымен воланын тоқып алуымыз қажет. Яғни біз осындай ұзын лескаға 72 петля теріп алуымыз қажет. 1, 2, 3, 4, 5. Осылай петляларымызды қалауымызша қанша петля керек, сонша петля теріп аламыз. Менде 72 петля. Мен өзіме 72 петля тердім. И тағы да бір қосымша петля теретін боламын. Бұл маған айналдыра тоқу үшін қажет болады. Енді жібімізді осы ортаға қарай жылжытамыз және теңдей екіге бөліп алатын боламыз. Яғни 36 петля бір жағына кетеді, 37 петля екінші жағына кетеді. Мінекей біз енді алға қарай жібімізді жылжытатын боламыз. Осылай жылжытып, екеуін бірге біріктіруіміз қажет, айналдыра тоқу үшін. Одан кейін ең важный момент, осы жерде жіптеріміз айналып кетпеуі қажет. Мына жерде косичка бір-біріне қарап тұру керек. Егер айналып кететін болса, қайтадан тарқатып тоқуға тура келеді. Енді біз екеуін біріктіру үшін жіпті максимально ұшына апарамыз да, екі қалған жіппен мына екі жіпті былай қолымызға орап ұстап отырамыз. И бірінші астындағы спицадағы бірінші петляны үстіндегі спицаға бүйтіп ілеміз. Сосын астындағы спицаны тартып шығарамыз. Мына жақта кішкене леска қалсын, до конца тартудың қажеті жоқ. И оң спицамызды жаңағы ілінген петляның ортасына кіргізіп, екінші мына жақта тұрған екінші петляны шығаруымыз қажет ортасынан. Осылай шығарамыз да, бірінші петлямызды арасына тастаймыз. Осылай тастаймыз да, іліп алған петляны қайтадан орнына әкелеміз. Орнына әкеліп, кішкене жібімізді тартып, тоқымамызды бастаймыз. Маған қазір бір маркер қажет. Бізге енді екі теріс 6-10 петля тоқуымыз қажет. Бірінші бір теріс тоқып, бастапқы алғашқы қатарымды белгілеп аламын. Енді бір теріс петля кетті, енді екінші теріс петля. И 6-10, 1, 2, 3, 4, 5, 6. И тағы да екі теріс.
6 оң петля. 1 2 3 4 5 6. Осылай айналдырып соңына дейін тоқимыз. Мінекей мен соңына дейін тоқып бітірдім бірінші қатарымды. Келесі менде екінші қатар. Екінші қатарда біз қысқартатын боламыз. Ең алдымен екі терісімізді тоқып аламыз. Екі теріс тоқимыз. Біз тек қана оң петляларды қысқартатын боламыз. Теріс петляларға тиіспейміз. Енді бірінші біз солға қарай жатқызып қысқартуымыз қажет. Ол үшін бірінші петляны іліп аламыз оң спицаға, екіншісін тоқимыз, кейін іліп алған петлямызды үстінен осылай кигіземіз. Кейін 1 2 оң тоқимыз да, келесі екеуін мына арт жақтан әкеліп оңға қарай жатқыза отырып тоқитын боламыз екеуін. Бізде мына 4 оң петля қалды. Бізде уже 2 петля қысқарып кетті. Тағы бір рет көрсетейін. 2 терісті тоқып аламыз. Кейін 2 оңды солға қарай, алғашқысын солға қарай жатқызатын боламыз. Бірінші іліп аламыз, екінші кигіземіз, кигізіп тастаймыз. Кейін 2 оң екеуін арт жақтан осылай бірге қосып тоқимыз, оң жаққа қарай жатқызып. Осылай аяғына дейін тоқимыз. Мінекей мен соңына дейін тоқыдым. Енді үшінші қатарда біз ешқандай өзгеріссіз тоқитын боламыз. Яғни 2 теріс тоқимыз және бізде 4 оң қалды. 4 оңды жай қысқартпай тоқып шығамыз. Ешқандай өзгеріс жоқ бұл жерде. Мен үшінші қатарымды тоқып болдым. Енді төртінші қатарда бізде тағыдай ең соңғы қысқарту қатары болады. Қысқартуымыз қажет ең соңғысын. Яғни 2 петляны тоқып аламыз, теріс петляны. Қайтадан тура осылай іліп алып, біріне кигізіп қысқартамыз. Бізде 4 қалды ғой. Біріншісін қысқарттық, енді екіншісін мына жағынан қысқартамыз, оңға қарай жатқызып. Яғни бізде 2 теріс, 2 оң петлялар қалатын болады. Тағы бір рет көрсетейін. Теріс іліп алып, мына екіншісін тоқып, ілген петлямызды кигіземіз. Мына екеуін екі жақ арт жағынан кигізе отырып, оң жақ қарай жатқызып тоқитын боламыз. Келесі бізде 2 теріс. Тура осылай біз соңына дейін тоқып қысқартатын боламыз. Мінекей мен 4-ші қатарымды тоқып қысқартып болдым. Енді 5-ші қатарда ешқандай өзгеріссіз тоқып шығамыз. Қалай бар солай. Яғни бізде 2 теріс, 2 оң петля қалды. Шығып кетті. 2 оң петля, 2 теріс, 2 оң. Яғни бізде спицада 36 петля қалды. Осы 5-ші қатарды соңына дейін тура осылай тоқып шығамыз. Мінекей мен толықтай тоқып болдым. Яғни бізде валан 5 қатардан тұрады. Мен 5 қатар тоқып болдым. Бізде спицада 36 петля қалды. Енді бұны біз бір шетке қоя тұрамыз. Бізге қазір бұл қажет емес. Енді біз екінші спицаға ақ жібімізден 36 петля теретін боламыз. 1, мінекей, 2, мен спицаны қолыма ұстап тұрамын, тақырлап кетеді, сол үшін үстім мықтап ұстап тұрып, осылай теріп аламын. 2, 3, 4, 5, 6, осылай 36 және плюс біреуін бізге жіптерді біріктіру үшін қажет болады, яғни 37 общий. Мен 37 петля теріп алдым, тура басындағыдай 2-ге бөліп алатын боламыз. Мен мына жерде 2-ге бөліп жібімді біріктіріп алдым сразу. Енді бізге тоқуымыз қажет, яғни 4 қатар оң петлялармен тоқуымыз қажет бізге. Бастаймыз. Бірінші петлядан кейін мен обязательно маркер қоямын, қатарымның басын белгілеймін. Тек қана оң петлялармен 4 қатар тоқуымыз қажет. Мінекей мен 4 қатарымды тоқып болдым, тек оң петлялармен, және валанымды алып келемін. Валандағы жіпті сәл ұзынырақ қырқып тастаймын, маған енді ол қажет емес. Енді осы валанымызды біз мынау носкеміздің ортасына осылай салатын боламыз, осылай кигіземіз де. Осы жерде бізде 4 спица, алдыңғы және артыңғы спицаны осылай шығарып қоямыз.
мынау жұмыс жібімізді жақынырақ әкелеміз өзімізге. И алдыңғы спицтегі петляларды осылай алға қарай жылжыта отырып, осы бір спицінің көмегімен екеуін біріктіретін боламыз. Одан кейін мынау жіптерімізді жақсылап былай ішке осылай тартып алайық. Бізге мешать етпейді сонда осылай артық жіптер. Так, мына жерде мына біреуі, мына жақта. Осылай бәрін астына түсіріп қоямыз. Бізге мешать етпеу қажет. И тоқымамызды бастаймыз. Ең бірінші алдындағы носкиміздің ақ жібінен және мына жерде спиц қазір. Мына ақ жібімізді және арттағы жіпті екеуін бірге алып шығарамыз. Шығарып бір маркерді ілеміз да, бір маркерді шығарып қоямыз. Бізге бұл уже қажет емес. Так, екінші тура осылай алдыңғы спицадан және артыңғы спицадан екеуін алып қоса отырып тоқитын боламыз осылайынан. Яғни біз екеуін біріктіруіміз қажет бізге. Өте мұқият абайлап тоқыңыздар, петлялар шығып кетпесін. Егер асықпай тоқсаңыздар, өте оңай тоқылады. Екеуін бізге біріктіруіміз қажет. Алдыңғы және артыңғы петлядағы. Алдыңғы және артыңғы. Мына жерде теріс бізге қарап тұрған кейін алдынан аламыз. Келесінде, мысалы, қазір көрсетемін. Біз оң петляны арт жағынан аламыз ғой. Арт жақтағы да оң петляны арт жағынан аламыз. Айқасып кетпесін, соған біраз көңіл бөліңіздер. Алдынан, мынау теріс петля алдынан аламын. Артынан және теріс петля алдынан аламын. Артынан және оң петля мен арт жағынан іліп аламын. Осылайша аяғына дейін тоқып шығамыз. Мінеке мен біріктіріп болдым. Енді бізге биіктікке тоқу қажет болады. Яғни мына жерін біз қазір табанына дейін осы жерін тоқуымыз қажет. Менде бұл жерде 20 қатар. Сіздер өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша тоқисыздар. Мүмкін сіздерге сәл биіктеу қажет, мүмкін кішірек қажет. Маған мысалы осы где-то 5 сантиметр шығады екен. 5 сантиметр маған жеткілікті. Мен өзіме биіктікке 20 қатар тоқитын боламын. Тек оң петлялармен тоқимыз, ешқандай өзгеріссіз. Бұл жерде уже қысқартулар жоқ. 20 қатар биіктікке тоқып, одан кейін табанын шығаратын боламыз. Табан қалай шығаратын сіздерге тағы көрсететін боламын. Қатар тоқыдым. Сантиметрмен өлшегенде, мен сантиметрмен осы түбінен алып өлшеймін. Мынау 4 қатарды артқа тастап, сол 4 қатарды тоқығаннан кейінгі өлшемімді аламын. Яғни менкімен өлшегенде 5 сантиметр. Қатармен айтқанда 20 қатар, лентамен өлшегенде сантиметровый 5 сантиметр тоқыдым. Енді бізге табанын шығару керек болады. Ол үшін біз алдыңғы бірінші спицаға 17 петля және артыңғысына 19 петля қалдыруымыз керек. Яғни бұны біз екіге бөлеміз. Мен алдына 17, артқы жақтағы спицаға 19 петля алып қаламын. Тоқу барысында өткіземін мен. Так, мұны тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 екен. Наоборот, мен бір петляны мына жақтан алып тоқиды екен. 16, 17. Алдыңғы спица 17 болады екен менде. Мен почему-то 18 деп ойлаппын. 17 петля. 17. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 18, 19. Мына менде 19 петля артыңғы спицада орналасқан. Енді мен осы 19 петляменен табан шығаратын боламын. Енді біз табанның узорын тоқимыз. Мен бірінші петляны оң тоқимын, екіншісін тек қана оң жақтағы спицаға іліп аламын. Келесін тоқимын.
Одан кейінгі төртіншісін іліп аламын, бесіншісін тоқимын, алтыншысын іліп аламын. Осылай осы қатардың соңына дейін тоқып шығамыз. Біреуін яғни тоқып, екіншісін іліп алып отырамыз. Міне тоқып болдық. Енді теріс қаратамыз. Бұл қатарда тек қана теріс петлялармен тоқып шығатын боламыз. Бірінші петляны просто шығарып аламыз. Келесісін барлығын тек теріс петлямен тоқып шығамыз. Екінші қатарымызды тоқып болдық. Оңға қаратамыз. Оң жағында бағанағы қалай бірінші қатарды тоқыдық, келесін тура солай тоқимыз, бірақ біз біріншіні іліп аламыз әшейін, келесін шығарып аламыз, үшіншісін тоқимыз, төртіншісін шығарамыз, бесіншісін тоқимыз, алтыншысын шығарамыз. Осылай тоқып, шығарып, іліп алып отырамыз. Соңына дейін тоқып көрсетейін сіздерге. Ең соңғысын тоқимыз. Яғни біз осылай, келесі теріс болады, осылай бізге 14 қатар тоқу қажет болады. Мен қазір 14 қатар тоқып, ары қарай қалай тоқитынын көрсететін боламын. Мінекей, мен өзімнің 14 қатарымды тоқып болдым. Енді бізге қысқарту керек, яғни табанын шығару керек. Ол үшін мен осы 19 петляны 3-ке бөлемін. Бастапқы жағына 6 петля, соңғы жағына 6 петля, ортасына 7 петля қалдырамын. Сіздер егер шатасып кетемін десеңіздер, маркермен бөліп қойсаңыздар болады. Негізі маркермен бөліп көрсетейін сіздерге, солай ыңғайлырақ және оңайырақ болады. Шатаспаймыз сонда. Ол үшін бізге 2 маркер қажет болады. Енді мен қазір тоқиын. Алғашқы 6 петлямыз тоқып аламыз, бірақ узорды тура осылай жалғастырып отырамыз. Узорды еш ауыстырмаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6 маркер іліп қоямыз. Енді келесі 7-шісін тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7-шісін мен тоқымаймын. 6-ауын тоқып, 7-шісімен мен екінші бөлген жағымдағы 6 петляның бірімен 7-шісін, яғни 8-ші петля деп санайық, екеуін бірге қысқартамыз. Қысқартқан кезде теріс қысқартуымыз қажет, сонда бізге өте әдемі жататын болады петляларымыз. Сол үшін 2 петляны былай солға қаратамыз, екеуін қаратып бірге қосып тоқимыз. Осылай маркерді қойсаңыздар болады. Енді келесі мына жақта біздің теріс қысқартқан кезде оң болады. Сол үшін біреуін іліп аламыз, келесі тоқимыз. 2, 3, 4, 5, 6. Яғни менде мына жерде 7-ші петляны мен келесі петлямен қысқартамын. Яғни ол үшін мен мынаны былай өзіме қаратып аламын петлямды. Маркерді енді шынымен алып тастасаңыздар болады, өйткені қысқартылған жер білініп тұрады. Келесінде былай өзіме қаратамын, екеуін бірге қосып тоқимын, оң қылып тоқимын. Байқап отырсаңыздар, теріс жағынан оң жағынан теріс қысқартып отырамыз. Неге екенін қазір өздеріңіз көресіздер. Енді келесі тоқимыз. Мына түсіріп алдым. Так, келесі бізде іліп аламыз. Так, 3, 4, 5, 6. 7-ші петлямызға келдік. Мына маркерді алып тастасақ болады, уже қысқартылған жер көрініп тұр бізде. Мына петлямызды солға қаратамыз. Мынаны қалай қайтадан ілеміз 7-ші петлямызды. Екеуін бірге теріс қысқартатын боламыз. Келесі тағы да бір көрсетейін. Іліп алып 2, 3, 4, 5, 6. 7-шісімен мына жақтағы петлям біреуін алып қысқартамыз, оң тоқимыз. Яғни біз екі жақтағы мынау 6 петлядан бөлген екі жақтағы петля біткенше қысқартып отыратын боламыз. Мен екі жағындағы петляларды қысқартып болдым. Яғни бізде табаны шықты, бірақ әлі толық аяқталған жоқ. Енді біз қысқартылған петляларды қайтадан теріп, мына жерде толықтыруымыз қажет петляларымызды. Бастапқы уақытта қанша петля, 36 петля терген болатынбыз, сол 36 петляны біз қайтадан қалпына келтіруіміз қажет.
Сондықтан біз екі жанынан 8 петлядан теріп аламыз. Ол үшін бізге алдымен осы 7 петляны тоқып алуымыз қажет. 7 петляны тоқып болған соң біз мынау шетіндегі косичкалар тұр ғой, осы жерден 8 петля теріп алуымыз қажет. Бастайық. Ең алғашқы петляны осы жерден аламыз. Мына 1, 2 сразу мына 2 несінен аламыз, 2 косичканың екеуінен аламыз сразу, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и соңғысы бізде мына жерде кішірек болып тұр. Мына соңғысы осы жерден аламыз. 7, 8. Мына 8 осы жақтан теріп алдық бір жағынан. Енді бізге енді алдыңғы 17 петлямызды тоқып шығуымыз керек. Алдыңғы бірінші спицадағы. Бұл біздің тоқымамыздың бастапқы қатары болатын. Табанын шығарғанда қойып қойғанбыз. Осы 17 петляны теріп, осы 17 петляны тоқып келесі жағына өтуіміз қажет. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 петлямызды теріп болдық. Енді келесі жағына өтіп 8 петлямызды теріп аламыз. Бұл жерде маңыздылығы, мына жерде ең соңында, міне көрсетейін, мына жерде ең соңында осы петляға тесуімізге болмайды, өйткені жақсы көрінбей қалады. Сондықтан бұл ең шеткі косичкадан кейінгі косичкаға дейін аламыз. Осы предпоследний, соңғысынан алдыңғы петляға дейін алуымыз қажет. Осы жерден бастап бірінші санап аламыз. Міне 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Соңғысы міне 8. Осы жерден бастап 8 петля тереміз. Міне 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, міне 8-ші біздің жаңағы көрсеткен жеріміз. Міне 8 петля теріп алдым. Енді мына қатарды соңына дейін бізге тоқып шығуымыз қажет. Тек қана 10 петлялармен тоқып шығамыз. Басқа ешқандай шешіп іліп алу деген жоқ бұл жерде. Бізде уже основной, мына жерін тоққан основной 10 петляларымыз сияқты тек қана теріп тоқып шығамыз. Енді өздеріңіз байқағандай, бұл жерде бізде артық 4 петля бар. Сол 4 петляны енді біз жоюымыз қажет, яғни қысқартуымыз керек. Бізде алдыңғы спицымызда, алдыңғы спицымызда 17 петля, артқы спицада 23 петля. Сонда общий қосқан кезде бізде бұл жерде 40 петля болып тұр. Біз алдыңғы қалпына келтіру үшін сол 4 петляны қысқартуымыз қажет. Бірақ бұл қатарда біз қазір қысқартпаймыз. Бір айналдырып тоқығаннан кейін келесі қатардан қысқартатын боламыз. Енді сіздерге айтқым келіп отыр, мысалы мен қолыма тағып алды, бәрі бұны четко бұны санап отырады теспих ретінде. Бірақ мен бұны осындай тоқымада қолданамын, қатарларды санап отыру үшін, жаңылысып кетпеу үшін. Енді мен осы жерден бірінші қатар деп, осы жерден бастап аламын. Менде мына 0-ға түсіп тұр. Енді осы жерден бірді басамын, бір қатар жай әшейін тоқып шығамын. Ешқандай қысқарту болмайды. Бір айналдыра тоқып шығамын. Мен айналдыра тоқып шықтым. Енді осы қатарда бізде бірінші алғашқы қысқартуымыз болады. Оны қазір былай жасаймыз. Алдымен алдыңғы спицадағы 17 петлямызды тоқып шығамыз. Бұл бізде, кстати, екінші қатар, мен екіні басып қойдым. Екінші қатар 17 петляны жай тоқып шығамыз. Бізде артыңғы спицада артық
петлялар бар, сондықтан алдынан емес арт жақтағы спицдегі петляларды қысқартуыңыз керек. Енді мен алдыңғысын тоқып болдым. Енді мына жердегі алғашқы қысқартуым болады мен қазір. Бұл жерде алғашқы екі петляны қысқартамын. Осы екі петляны қысқарту үшін маған екі петля оңға қарай жатып тұру керек. Оңға қарай жату үшін мен бұны алды жағынан кіргізбеймін спицаны, арт жағынан кіргізіп, екеуін бірге қосып тоқимын. Оңға қарай жатты. Енді қалған петляларды оң қылып тоқып шығамын. Соңында екі петляны алып қаламын тоқымай. Енді бұлар маған солға қарай жату керек. Яғни сол жағыма қарай жатып үшін алғашқы петляны тек қана былай іліп аламын, келесісін тоқимын және іліп алған петляны үстінен былай кигізіп жіберемін. Сонда менде петля солға қарай жатқан болады. Бірінші алғашқы екеуін мен қысқарттым. Енді одан кейін ары қарай қысқартусыз үшінші қатарымды тек қана оң петлялармен тоқып шығамын. Бұл жерде ешқандай өзгертулер жоқ, тек қана қалай бар солай тоқып шығамын, яғни оң петлялармен осылай тоқып шығамыз бір айналдыра. Мен бір айналдыра тоқып шықтым. Енді келесі қатарда, бұл төртінші қатарымыз біздің, төртінші қатарымызда тағы да қысқартулар болады. Яғни алдыңғы спицадағы петляларды тоқып шығамын. Яғни оң петлялармен. Енді мына жерде біз қысқартамыз. Басында қалай қысқарттық, тура солай мен арт жағынан кіргізіп, екеуін бірге қосып тоқып шығамын. Оңға қарай жатады сонда. Енді қалғанын соңына дейін тоқып шығамын. Яғни бізде спицеде екі петля қалу қажет. Менде екі петля қалды. Бұны әдеттегідей тоқимын. Яғни біреуін іліп алып, екіншісін тоқып, үстінен кигізіп қоямын. Солға қарай жатады. Енді ары қарай менде бұл төртінші қатар бітті бізде. Ары қарай тек қана қысқартпай оң петлялармен керекті биіктікке тоқып шығамыз. Мысалы, маған 25 қатар керек. 25 қатардың мен 4 қатарын тоқып қойдым. Көріп тұрғандарыңыздай, ары қарай енді сіздер 21 қатар тоқып шығасыздар. Кейін 21 қатар тоқып болғаннан кейін біз ұшын шығаратын боламыз. Сол жерде мен сіздерге осы ұшын қалай шығаратынын көрсететін боламын. Мен өзім табанын шыққаннан кейін мына сызықтан бастап өлшеймін. Қысқартқанға дейін мен 6 сантиметр тоқыдым, яғни 25 қатар 6 сантиметр шығады. Сіздер де солай тоқып шығыңыздар, кейін ұшын қысқартатын боламыз. Ары қарай ешқандай изменение жоқ, ешқандай қысқартулар да болмайды. Мінекей мен өзімнің қатарыма дейін жеттім, яғни мені 25 қатар тоқыдым. Енді бұл бізге керек емес, алып тастасақ та болады. Енді біз носкидің ұшын шығаратын боламыз. Мына жерін осыдан ары қарай тоқитын боламыз. Ең алдымен бізге осы спицадағы петляларды екіге бөліп алу қажет. Яғни менде қазір алдыңғы спицада 17, артқы спицада 19 и 17. Маған мына жақтан бір спицаны осы жаққа көшіруім қажет. Өйткені екі спицадағы петлялар бірдей болу керек. Өйткені артық қалып кететін болады ана жақта. Сол үшін мен осылай бір петляны мен осылай мына жаққа өткізетін боламын. Осылай өткіздім. Енді менде теңдей болды. Арт жағында 16 и 18 и алдындағысында 18 петля. Енді біз қысқартатын боламыз. Енді бастайық ендеше. Алғашында бірінші петляны тек тоқып шығамыз. Кейін маркерді алып, бірінші петляны шығарып, іліп аламыз да, келесісін тоқып, солға қарай жатқызуымыз керек.
үстінен іліп шығарамыз. Яғни бізде петля солға қарай жатты. Енді ары қарай бүтін бәрін 10 петлямен тоқып шығамыз. Соңғы 3 петля қалғанша. Сол спицада 3 петля қажет. 3-еу қалды. Енді бұларды мен оңға қарай жатқызуым керек. Ой, шығып кетті қазір 1 минут. Мен енді бұларды солға қарай жатқызуым керек. Ол үшін мен арт жағынан алып, екеуін бірге қосып тоқимын. Міне менде солға қарай жатты. И соңғы 1 петляны жай оң тоқимыз. Келесі жағына өтеміз. Так. Бұл жерден алғашқы петляны оң тоқимыз. Келесін екеуін бірге қысқартамыз былай. Іліп аламыз. Солға қарай жатқызып. Енді соңғы 3 петляға дейін тоқимыз. Так, соңғы 3 петляға дейін тоқыдым. Енді екеуін бірге қосып, оң жаққа қарай жатқызамыз. Жатқызып тоқимыз. И соңғы 1 петля қалады. Келесі екінші қатарында да қысқартамыз. Енді біз әр қатарда қысқартамыз. Бір қатар қысқартып, бір қатар тоқу жоқ. Бұл жерде әр қатарында қысқартып отырамыз. Әр бастапқы қатарына келген сайын қысқартамыз. Тағы да бір қатарын көрсетейін сіздерге. Бірінші петляны тоқып аламыз жай. Екінші мен үшінші петляны қысқартамыз. Яғни солға қарай жатқызамыз. Міне, жатты. Енді соңғы 3 петляға дейін тоқимыз. 3 петля қалды бізде. Екеуін оңға қаратып жатқызып бірге қосып тоқимыз. Міне. И соңғы 1 қатарын тоқимыз. Арт жағындағы спицаға өтеміз. Бұл жақта да тура осылай бізде қысқартылады. Яғни алғашқысы тоқылады, келесі екеуі солға қаратып жатқызып қысқартылады, екеуі бірге тоқылып. И соңғы 3 петляға дейін оң петлялармен тоқып шығамыз. Менде 3 петля қалды, екеуін оңға жатқызып қысқартамыз бірге. И соңғы 1 петляны тоқимыз. Енді бізге осылай 4 петля қалғанша тоқуымыз керек. Яғни алдыңғы және артқы спицада 4 петлядан қалу қажет бізге. Соға дейін біз қысқартып отырамыз. Үнемі қысқартып отырамыз. Әр қатарда ұмытпаймыз. Мінекей менде екі спицада да 4 петлядан қалды. Енді мен жібімді қырқып аламын. Сәл ұзындау қылып қырқу қажет. Біз өйткені ұшын бірге жинап тігіп тастаймыз. Қырықтым. Бізге енді ине қажет болады. Енді инеге жібімізді өткізіп, осы ине арқылы 4 петлямызды жинаймыз. Екеуі, тағы да екеуі 4-деу. Мына жақтағы 4-деуінде жинаймыз. Екеуі, и тағы да екеуі. Спицаның қажеті жоқ. Осылай тартып, мүмкіндігінше осылай петлялардан қайтара бір өткізіп алсаңыздар болады. Сонда тез тарқатылмайды, жақсы тұрады. И осыны инені іш жағына жіберіп, инені іш жағына жібереміз де, жібімізді жасырып қоямыз. Жақсылап жасырып, тігіп тастаймыз. Арт жақта балам бақырып жатыр. Жақсылап былай жасырамыз жібімізді. Жасырып. Мен жіпті екіге былай бөлемін да. Мына жақтан бір неге өткіземін. Сосын осылай жақсылап байлап, шығып кетпейтіндей қылып байлап қоямын. Кейін стиральный машинкада жуамын. Стиралкада жуғаннан кейін ол кішкене валяция етіп, ешнәрсе білінбей кетеді. Түбінен қырқып тастаймын осылай. И қаратып көрсетейін сіздерге болған біткен түрін. Яғни біздің носкиіміз дайын осылай шығады. Енді мына жіптерді жасырамыз. Өз бетімше жасырып, бір жуып,
кішкене үтікпен пармен ұрып уже кигізе берсек дайын болады. Міне осымен сабағымыз бітті. Егер сіздерге менің осындай мастер-класстарым ұнаса, лайк басып комментарий жазып кетіңіздер. Сіздерге көбірек мастер-класстар түсіруге мүмкіндігім артады, яғни сіздер мені шабыттандырып отыратын боласыздар. Менің каналыма подписаться етіп, қоңыраушаны басып кетуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.